Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін бізде қазақ тілі сабағы. Қазақ тілінен өтетін тақырыбымыз негізгі және туынды сын есім. Жалпы сын есім дегеніміз не? Сын есім дегеніміз заттың сынын, сапасын, көлемін, түр-түсін білдіреді. Сын есімдерге қандай, қай деген сұрақтар қойылады. Сын есімнің екі түрі бар: негізгі және туынды сын есім. Негізгі сын есім дегеніміз түбір сөзден болған сын есімді айтамыз. Мысалы, жақсы, кең, үлкен, тар, биік, жеңіл. Мөлдір сабағын жақсы оқиды. Бұл жердегі туынды сын есім жақсы. Туынды сын есім түбір сөзге жұрнақ жалғану арқылы жасалған сын есімді айтамыз. Мысалы, таудай, әдепті, судай, пайдалы, бақытты. Темірлан әдепті бала. Бұл жердегі туынды сын есіміміз әдепті. Әдеп түбір сөзіне ті жұрнағы жалғану арқылы туынды сын есім жасалынды. Олай болса, балалар, өтілген тақырып бойынша тапсырма орындайық. Бүгінгі күн ретін жазып, екінші жаттығуды көркем жазамыз. Және қарамен жазылған сөздердің қай сөз таптарына жататынын анықтаймыз. Екінші жаттығуды орындап болсақ, үшінші жаттығуға көшеміз. Жаңа, көк, әдепті, сүтті, атақты, жүйрік, көктемгі. Осы берілген сөздерді негізгі және туынды сын есімге ажыратып орындап шығамыз. Төртінші жаттығу. Мәтінді оқимыз. Мәтінде не туралы айтылғанын білуге қай сөз табы көмектескенін анықтаймыз. Сонымен балалар, бүгінге орындалатын тапсырмалар осы. Үйге тапсырма. Берілген етістіктерге ғыш, гіш, қыш, кіш жұрнақтарын жалғап, туынды сын есім жасаймыз. Қазақ тілі сабағы аяқталды.